Сәлем достар, бүгінгі тақырып 2-3 жасар бала психологиясы. 2-3 жасында бала өте эмоционалды болады. Яғни баланың өзіндік эгосы оянады. Мен мұны істеймін, мен өз нәскиімді өзім киемін, өз шалбарымды өзім киемін деген секілді барлығын өзім істеймін. Мен де адамын, мен де өзім істей аламын деген баланың сана сезімде ой қалыптаса бастайды. Яғни бала өзін тұлға ретінде сезініп бастайды. 2-3 жасында ол қатты өзінің эмоциясын көрсетуі мүмкін. Мысалы 2 жасында анасы кетіп қалса қатты жылап кетуі мүмкін деген секілді. Осындай балаларда истеричный деп айтамыз ғой, былайша айтқан кезде. Сондай бір көңіл күйдің құбылмалдылығы болуы мүмкін. Айтқаны болмаса, үлкен адамға қырсығып, өзін айтқанын істеткісі келіп, үлкен адаммен ерегесіп, мен өзім айтқанымды істеймін деп жылап, қатты өз айтқанда тұрып алып, менің айтқаным болу керек деген секілді, осы 2-3 жаста осындай бір период болады екен. Бұны кризис деп те айтып жатамыз. Бұл көбіне көп қыз балаларда көп кездеседі, себебі қыз балалар ерте жетіледі ер балаларға қарағанда. Ер балаларда бұндай период 3 жасқа таман немесе 3 жастан асқаннан кейін болуы мүмкін. Көбіне көп қыз балаларда осындай 2-3 жаста осындай кризис ерте басталып кетеді. Яғни истериканы көп шығаруы, өзін айтқанын істеткісі келуі, өзін деген жасатқысы келуі, өзін деген жасамасаң қатты жылап жерге жатып алуы, өзін деген болғанша қоймауы болуы мүмкін. Бұл кезде балаға жаман сөйлесең, ұрыссаң, одан сайын бала ерегесіп кетуі деген секілді. Сол себепті де бұл кезде тек қана түсіністікпен қарауымыз керек. Бала истерикасы туралы мен видео жазған болатынмын, оны осы ссылканың астына қалдырып кетемін, осы видеоның астына. Сол себепті қарап көріңіздер. Сол жерде егер осындай 2-3 жасында бала истериканы көп шығарып жатса, онда оны қалай жеңуге болатынын, оны қалай сол истериканы қалай өтуге болатынын мен ол туралы айтқан болатын. Ең бастысы осы 2-3 жаста баланың истерикасы ол болады, ол қалыпты деп, бұл кризис жас, бұл қалыпты деп дұрыс қабылдауымыз керек. Яғни баланы дұрыс түсіне білуіміз керек. Бұл жерде тек қана ата-анасының түсінігі керек болды. Балағыды сол кезде, сол айтқанын істей салсаң, болмаса оны істеуге болмайтын болса, онда баланы назарын басқа жаққа аудара салсаң, бала ол кезде тез тынышталатын болады. Сонымен қатар бала бұл кезде тілі шыға бастайды. Яғни 2-3 жасында баланың сөздік қоры өте көп молаяды. Көптеген осы 2 жасқа дейін тілі шықпаған балалардың осы 2-3 жасында тілі шыға бастайды. Әртүрлі сөздерді нақты айтатын болады. Тіпті кейбіреулер сөз тіркесімен 3 жасқа таман сөйлеммен айтатын болады. Баланы жұмсасаңыз, ананы әкел, мынаны әкел, ананы үйт, мынаны бүйт десеңіз, бала түсініп, соны орындай қояды. Яғни столды жылжыт десеңіз, столды жылжытады. Одан кейін ана затты әкел, мына затты әкел десеңіз, сол затты алып келеді. Егер сіз балаңызбен тұрақты түрде жұмыс істеп, сөздерді үйреткен болсаңыз, карточка, кітаптар арқылы жұмыс істеген болсаңыз, баланың сөздік қоры 1000-нан асуы мүмкін. 1200-1300 деп айтып жатады, яғни 1000-нан асуы мүмкін. Ал егер баламен жұмыс істелінбеген болса, баламен жеке қарым-қатынас орнамаса, баламен жеке сөздерді үйретпесеңіз, қарым-қатынас болмаса, онда баланың тілінің шығуы кешеуілдеуі мүмкін. Сол себепті де балаға қарап, өзіне жеке қарым-қатынас орната білуіміз керек. Осы жаста, осы жаста баланың айналаны қабылдау деген секілді, өзім істеймін, өзім жасаймын деген секілді қатты бір сонда құлшынысы болады. Сол себепті де баланы осы кезде көбірек жұмсау керек, көбірек онымен қарым-қатынасқа түсу керек, кешке жақын ертегі айтып жатқызу керек, сөз қоры көбею үшін. Бір кітапша сатып алып, сөздердің атын қайта-қайта айтып үйрету керек. Оны күнделікті қайталай берсеңіз болады, себебі баланың тілі осы арқылы шығады. Қазіргі кезде ғалымдар айтады, көбісі айтады ғой, енді көпшіліктің ортасында жүрген бала тілі тез шығып кетеді. Егер сол көпшіліктің ортасында өскен бала тілі тез
кететін себебі, егер сол баламен қарым-қатынас болса, сол көп адамның баламен сөйлесе қарым-қатынас болса, онда әрине баланың тілі тез шығып кетеді. Ал егер қарым-қатынас баламен болмаса, онда баланың тілі де кешеуілдейді. Көп ата-ананың жалпы сол баланың тілі кеш шығады деп. Ода тек баламен жеке жұмыс жасағанда ғана, яғни жеке сөйлесіп, жеке контакт орнатқанда ғана баланың тілі тез шығады. Әрі нақты дыбыстар шығып, анық дыбыстар шығып, тез сөйлей бастайды бала. Тек күнделікті қайталаудан жалықпау керек. Одан кейінгі бала психологиясында бала көбіне көп ата-анасының қамқорлығын қажетсінеді. Бұл жерде әкесінің немесе анасының көмегімен істегісі келеді. Бұл кезде бұл өзінен үлкен балада көмек сұрай қоймайды. Бұл кезде өзімен үлкен баламен ойнаса да, өзімен жасты балалармен ойнаса да, ол бәрібір өзінен үлкен адамнан көмек сұрайды. Яғни істей алмаған затын анасына барып айтады, ала алмаған затын әкесіне барып айтады. Бәрібір ата-анасын қолдауын бала қажетсініп тұрады. Яғни 2-3 жаста бала өзімен өзі ата-анадан бөлініп кете қоймайды. 2 жастан бастап бала әрине өзі ойнай беруі мүмкін. 2,5 жаста мүлдем анасы қатыспаса да өзінен өзі жүріп ойнай беруі мүмкін. Бірақ бәрібірде ата-анасының бақылауында болып, ата-анасының көмегіне сүйеніп тұрады. Бәрібірде ата-ананың бақылауында болу керек. Себебі бала бірдеңені бүлдіріп қою мүмкін, шашып қою мүмкін, 4 жасар баланың өзі, 5 жасар баланың өзі бүлдіріп жатады. Сол себепті де бақылауда ұстауымыз керек. Осы 2-3 жасында бала өте қатты активті қимыл болады, балада өте активті қимылдайды. Яғни бірден бір жерге шығып өрмелеп шығып кетуі мүмкін, бір нәрсені бүлдіріп қоюы мүмкін. Осы кезде абай болу керек, ата-ана назарына қатты болу керек. Қазіргі таңда терезеден құлап кетіп жатқандар көп. Сол себепті де терезе деген нәрселерге қорғаныштық темірлер болсын, болмаса бір пластиковый қазір бар ғой, ұстап тұратын, сондай болсын, сол қорғаныштық заттарды іліп қоюымыз керек, ілдіртуіміз керек мамандарды шақырып. Себебі бала бұл кезде өте қатты өрмелейді. 2-3 жас аралығында столға шығып кетеді, шкафқа шығып кетеді, не нәрсеге шығуға болатын болса, сол нәрсенің барлығына шығып кетеді. Сондай болады. Себебі бұл кезде бала өте шапшаң, өте тез қимылдайтын болады. Тіпті баспалдақпен өзім шығып, өзім түсем дейді. Бәрін өзім жасаймын деген баланың психологиясында, миында, ойында сондай болады. Мен де үлкен, мен де өзім жасай аламын деп өзін дәлелдегісі келіп тұрады. Бұл кезде балаға, ой, сен жасай алмайсың, сен қолыңнан келмейді, сен былжырап істейсің деп балаға үлкен адам кедергі келтірмеу керек. Өзінің жасағанын күту керек. Өзінің жасап, ол мүмкін дұрыс емес нәрсені, мүмкін дұрыс емес істей берсін. Уақыт өте келе ол дұрысталып кететін болады. Ең басты баланың өзім істеймін, өзімен өзім болам деп талпынып атқаны, яғни мен де үлкен адам секілді өз тірлігімді өзім жасай аламын деп. Ол кезде бала өзінің тамағын әрине өзі ішеді, тіпті шашып төкпей, айналасына шашып төкпей, өте аккуратно өзі жейтін болады. 2-3 жас аралығында өте аккуратно жеуге тырысады. Шашып төкпей, аккуратно жесең, жарайды, бопты деп аккуратно жеп, шашып төкпей жеуге тырысуы мүмкін. Яғни балада сана сезім қалыптаса бастайды бұл кезде. Бұл кезде бала өзін өзі ұстай алуы мүмкін. Яғни 2-3 жас аралығында бала жылағысы келсе де жыламай өзін өзі ұстап қалуы. Болмаса үлкен адам ескертпе жасап жатса, ұрысса бір қылығының дұрыс емес болғандығына жыламай өзін өзі ұстап қалуы мүмкін. Болмаса истерика көрсетіп айтқан болмаса тоқтамай жылауы мүмкін деген секілді осылай бір ағысты толқын сияқты бір сондай қалыпты емес балада психология болады. Мінез құлқы осындай болады ке балаларда. Сонымен қатар бала қайсы өзінің заты екенін біледі, қайсы өзінің киімі екенін біледі. Бала өз киімін таңдап киюі мүмкін. Яғни мынаны мен киемін, мынаны мен кимеймін. Мынау менің ойыншығым, мына ойыншықпен мен ойнаймын, мына ойыншықпен мен ойнамаймын деп. Осылай балада өзіне таңдау құқығы пайда болады. Осы 2-3 жас арасында. 2-3 жас аралығында балада бір таңдау құқығы оянады. Одан кейін балада рөлдік ойындар ойнай бастайды. Әсіресе осы 2-3 жас аралығында қатты рөлдік ойындар ойнай бастайды. Қызы анасына ұқсап, тамақ істеп, кухнядан шықпай анасы секілді тамақ істеп, бұл кезде сондай кухонный бір набор алып, ойыншық алып бергеніміз дұрыс болады. Сондай
әртүрлі өзінің асханалық заттары бар, тарелкасы бар, жаңағы қазаны бар деген секілді. Қазір кішкентай балаларға ойыншықтар көп қой, сондай ойыншықтар сатып алып берсек, ол да анасының бір бұрышқа тұрып алып, сондай наборы болса, шкафы болса, соған салып алып өзінің ыдыстарына өз ие болып жүреді. Болмаса шаштараздың жаңағы наборы десек, қазір онша қатты қымбат тұрмайды, ондай барлық жерде бар, қол жетімді. Арнайы тапсырыспен алдыртсаңыздар болады. Болмаса осындай бір ойыншықтар, рөлдік ойыншықтар қатысты бір ойыншық алып берсеңіз, бала сонымен қатты айналысып кетеді. Ал ер балаларға бұл жерде әкесіне ұқсайтын болады. Әкесіне ұқсап бір нәрсені жөндейтін, шұқылайтын, бір бұрандаларды бұрап деген секілді, бір нәрсе бұзылып қалса шұқылайтын, жөндейтін, болмаса жаңағы әкесіне ұқсап бір нәрсені бүйтіп қалайтын, бір кірпішті ма, бір нәрсені әйтеуір. Болмаса машинаны бүйтіп ойнағысы келіп, машинаға отырып алып, қайта-қайта машинаны ойнап деген секілді, әкесінің машина айдап жатқанын көріп. Міне осындай бір әкесіне ұқсайды ер бала, еліктеп, қыз бала анасына ұқсай бастайды екен. Осындай рөлдік ойындарды 2-3 жас аралығындағы балалар жиі ойнай бастайды. Жалпы сіздерге айтарым осы, 2-3 жасар бала психологиясы жөнінде. Егер ұнап жатса видео тарқатыңыздар, бөлісіңіздер, ұнаса арнама тіркеліңіздер, жазылыңыздар. Сіздерге Алла қаласа бұдан да пайдалы түрлі бала дамуына байланысты ақпараттар беретін боламын. Көргендеріңізге рахмет.